Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мұндай темаға менен басқа айтатын ешкім жоқ. Бүкіл әлемде мен жалғыз ғанамын. Егер шындықты білгілеріңіз келсе, Аллахтың тура жолмен жүргілеріңіз келсе, менің видеоканалыма жазылыңыздар. Менің umma.kz деген сайтым бар, сонда кіріңіздер. Соныменен әдетте исламның ұлы ғалымдары дейтіндерді дүмше ғалымсымақ десем, сектанттар жан-жақтан үстіме қоқыс төгіп бастайды. Бір қызығы, олардың ешқайсысы мені теріске шығаруға тырыспайды. Өйткені мен әрқашан шындықты бұлтартпас дәлелдермен айтамын. Мен бұл дүмше ғалымдардың қателіктер мен адасушылықтарын Құран мен сүннет негізінде көрсетемін. Сектанттардың мені жоққа шығаратындай ештеңесі жоқ. Сондықтан сектанттар үмітсіздіктен ашуланып, арам әдістерді қолданып, маған зиян тигізгісі келеді әрқашан. Мен оған үйреніп қалдым. Расында мен сендерге тек қана ескертушімін. Жалғыз мен ғана дүмше ғалымдардың бұлшылын тастап, тек ақиқатты, Құран мен сүннетті ғана ұстануға шақырамын. Әрбір адам қателеседі, тіпті пайғамбарлар мен елшілер де алейхиссаламдар қателеседі. Тек жалғыз Аллах қана ешқашан қателеспейді. Мысалы, 4 мазхабтың ішінде 4 мазхабта бірдей бір ауыздан жауап берген намаз бойынша бірде бір сұрақ жоқ. Мен шариғаттың басқа күрделі мәселелерін айтып отырған жоқпын. Біздің ұятсыз 200 имамдарымыз халықты өтірік алдайды. 4 мазхабтың қайсысын ұстасаң да дұрыс, адаспайсың деп. 4 мазхаб 4 жаққа тартады. Сондықтан секталардың тәтті өтірігіне сенбей, тек Құран мен сүннет ұстансаң ғана тура жолда боласың. Енді негізгі тақырыпқа көшейін. Ислам дініне келгеннен бері 1000 жарым жыл ішінде барлық ұлы ғалымдар, оның ішінде Абу Ханифа мен Ибн Таймияда, пайғамбарлар мен елшілер ешқашан күнә жасамайтынын және қателеспейтінін, олардың үлкенді кішілі күнәлардан және қателіктерден таза екендігін дәлелдеп берді неше рет. Күнә мен қателіктен тек Аллах субханаллах қана пәк таза екендігі осы күнге дейін ешбір ғалымсымақтардың, ешбір мазхабшының ойына келмеген. Бұл дүмше ғалымдар өздерінің надандығымен пайғамбарлар мен елшілерді дамудың ең биік сатысына, жоғары сатысына көтеріп, Аллах тағаламен бір қатарға қойды. Бұл дүмше ғалымдар осындай қарапайым мәселелерді түсіне алмаса, шариғаттың күрделі мәселелерін қалай түсінеді? Және бұдан кейін оларды исламның ұлы ғалымдары деп қалай атауға болады? Олардың барлық үнемі Құран мен хадис жинақтарын оқыған. Бірақ жүректер пердемен жабық болғандықтан, олар шындықтан еш нәрсені түсіне алмай қалды. Енді дәлелге көшейік. Бұл туралы Аллах тағала Құранда былай дейді. Ақиқатында Аллах сенің бұрын болған және болашақта болатын күнәларыңды кешіру үшін саған ашық жеңіс сыйладық. 48-ші сүренің 1-2 аяты. Жасаған күнәларың үшін кешірім сұраңдар. Күндіз және таңертең Раббыңды мадақтаңдар. 40-ші сүренің 55-ші аяты. Олай болса, Алладан басқа Құдай жоқ екенін біліңдер. Жасаған күнәларың үшін және мүмін ерлер мен мүмін әйелдер үшін кешірім сұраңдар. 47-ші сүренің 19-ші аяты. Адам Раббысына қарсы шығып адасып кетті. Сонда да Раббы оны таңдап, тәубасын қабыл етіп тура жолға салды. 20-ші сүренің 121-122 аяттары. Айша анамыз пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассаламнан Раббың сен жасаған күнәлердің бәрін кешіріп тастаған. Түнгі құлшылықпен неге көп қиналып жүрсің деп сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп жауап береді. Шүкір етуші құл болмаймын ба? Бұхари. Көріп отырғаныңыздай пайғамбарлар мен елшілерді қарапайым пенделердің бірі болып табылады. Және олар Адам алейхиссалам атамыздың барлық ұрпақтары сияқты күнәға және қателікке бейім болып табылады. Сондықтан дүмше ғалымдардың, сектанттардың, мазхабтардың бұлшылына емес, Құран мен сүннетке ғана амал етті. Сонда ғана тура жолға түсесің. Қорытындылай келе әлемдердің Раббысы Аллахқа барлық мақтау мадақтау болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммедке, оның отбасы мүшелеріне, сахабаларына және оларға ілескен барша жандарға Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Әмин.